байларын жіберіп қойып ұйықтайды, сосын тұрады ақшаны құрту үшін. Содан үйде береке болмайды. Әйел адам ол бәрібір берекелі қылуға болады ғой. Қазіргі келіншектер тек жоқ дейді, ауру деп қояды. Қай жер ауру? 100% шындық айтып отыр өміріміз. Ал мотивация керек болса, мен сөйтіп үйретіп талай қыз күшті болып кеткен. Жатасыңдар, мысалы ана банкті жауып сатуға болады, аулаларыңызға бау-бақша. Мен ана Таханыма деген құрбым бар, өте күшті қыз, еңбекқор, балаларды еңбекқор, шашылық ашқан айтпақшы. Соны барып не істеуім керек, жарнама. Сол мысалы переправаға дейін жасап сатады ғой, мысалы жұмысын алып барады. Кеше бау-бақша егіп қойған ауласына. Көп балалы үй деген, мені сойды отырып түстім ғой қай күні. Евро ремонт үйлері, ауласы қандай, өзінің маңдай тері, күйеуі табыскер. Отырғым не, байдан айырудан басқа түк қасиет жоқ сендер. Отырына қаптаған қатын менімен ұрысып. Одан да түзеліңдер, еркекті кінәлай бермеңіздер. Еркектің қандай табысы болса да, ол азаматыңды шырайын шығарсан Аллах береді. Мен осындай танымал адам болдық соң арқасын. Күйеуін сыйламаған адам ешқашан бағың жанбайды, сенің жанып, керісінше бағың байланады. Ер кісілер деген ол Алла сені Құдай қосты ғой, неге айырыласыңдар? Сол ақша жоқ деп істеңдер, солай ана ауылға барып тұруға болады. Мысалы менің Айгүл деген келінім бар, Жаслан деген қайным бар, өте жақсы адамдар. Келіншегі деген мықты жақсы келіншек, андай компаниялармен айналысады. Не ана қалай бет бояйтындықын. Өзі мұғалім, онан қалды күйеуі мал бағады, май қаймағын сатады. Күшті тұрады ғой қазір. Қарақұдық деген жерде үй евро ремонт тұрады, бай. Өте дәулетті тұрады, кредиті жоқ. Мысалы, кейбір жүр ғой әйелдер қалада азып. Мысалы, біздің малшы болып жұмыс істейді, қайын малшы болып, сен кішігірім басқарушы болып, малды қарайтын болып. Мысалға деген ондай малды бағуға болады, барып 5-6 жыл балаларың аяққа тұрып кеткенше. Біздер малшы табылады, бізге малшы керек еді, айтпақшы бар ма? Шөп шабатын не істейді, трактор айдайтын бір еркегі бар. Үй тұр, евро ремонт, Wi-Fi тұр, тамақты біз тегін береміз. 200 мыңдай ма, айлық төлейді, 200 мың теңге. Көмекші керек. Қайным төлейді өзін жақсы жолдасым. 300 мыңдай. Тамақтың бәрін апарып береміз тегін. Евро ремонт үй тұр, үйінің қасында. Бір жерден жағатын қылып істеп қойдық. Андай бірдеңе деген пеш бар екен, қазір рахат. Бөлек есігі бәрі. Күшті үй мысалы. Қаяқта ақ келін бармайды онда. Оны мен өткенде айтқанмын оны Құдағайға. 7 жыл жұмсап рақатын көріп, қорлық, зомбылық көрсетпей, Құдағай. Мен құрсын мал сауғыз ба, енді қалғаны мал сауғыз ма саған? Сауғыздыртарым мен саған дейді осылай. Қой, олардан сөз ауыспайды құрсын. Олар деген қиындық көрмеген адамдар болды. Қиындық көрген шешесі еңбек қолап айынша Құдағай. Білмеймін, сөйтіп бір аяғым ісіп отыр. Жүректе ғой, сол жақ аяқтарым ісіп отыр, бейшара. Оң жақ аяғым нормально, сол жағым бәрі ісіп тартылып отыр. Уайымнан ғой жаңа ауырамыз осы. Сондықтан ескертіп қояйын, қазіргі жас келіншектер тек құтыра бермеңдер босқа, күйеулеріңді сыйлаңдар, кішкентай ақшасына береке кіргіз, саудада береке бар, сауда жасап үйреңдер, Каспиймен күшті сауда жасауға достар. Қазір неше түрлі пісіріп сатуға болады. Үйде отырып мынандай жарнама жасап, бай әйелдерді күндеп отырудың керек жоқ. Ол бай қатындардың үйін жинап беріп ақшасын алу керек олардың. Бай қатындардың дастарханына неше түрлі тамақ пісіріп бер апарып. Бір-екі бесплатно берсе артынан өзі жүгіріп алады ол. Бәріміз де сол клиник-мінейниктер, мысалы қыз бала сияқты жүгіріп жүретін ол бала бар, байды ғой сол бала деген мысалы еңбекқорлық. Кеше кімнің үйін тазалап жатыр, танымал адамдар, Гүзелалардың үйін новыйдан алған. Олардың да байлардың да мысалы расходы көп қой. Ол мысалы 10 жерден ол біз мысалы айына бір 10 миллион таба бер, сендердің қазіргі 1 миллион ақшамызбен пара-пар болып есептейді, потому что біздер киген киімдерді қымбат болады, жүріс-тұрысымыз, бір жерге барамыз, бәрі қымбат, бәрібір сол ақша қайтып сіздерге барады ғой. Байларды да күндей берудің қажеті жоқ, олардың ақшасын алу керексіздер болды. Адамның күні адаммен, ол байлардан үйін жинай алмайды, бәрі мұрын таңқиып жұмыста жүреді, үйін жинап бер, сықайтып, киімін өтектеп бер. Сөйтіп өздеріңіз байдың да несібесін алуға болады саған. Ешқандай да сөз болмау керек қой адамға. Ең бірінші сөз бейбітшілік қой. Заманың тыныш болса,
көк туың желбіреп тұрса, былай жақсы ғой негізі, сөздің шыны керек. Тек жалып ете бермейді. Мына кейде әбіләс адамдар тыңдасаң өмір сүргенмейді. Ол қазір үкіметке қарсы шықсаң, кеше көрдіңдер ғой, мен мысалы 1,5 миллион штраф төлеу оңай емес қой, былай қарасаң. Ол менде бар болғасын біліп, мына жерде кеше мен адвокат жалдадым 300 мыңға бүгін. Ертең анаскер, сосын мына тиктокта мені жазып алып рұқсатсыз тарата бермеңдер. Мен солардың бәрін қазір қудалайын деп жатырмын. Не төлейсің соған? Қалтаңда ақшаң бар ма? 800 мың теңге, 80 мың теңге төлейсің құрғанда. Осыдан басқа жаза берді, мен арқылы ақша табады, салып қой. Ең болмаса дұрыстап салып, бет аузымды қиралаңдап салып қоясыңдар. Артық қимыл жасауға қорқып отырмын мен. Қазір мені жазып алып салады, бірақ негізі жазып, кейбір әңгімелер тыңдасам күшті айтып жатырмын, бірақ қай күні қолымды бүйтіп жынданып айтқан, оны неге салдым? Соларды салған адамдарды соттаймын. Сол ана қолымды айқайлап айтып жатырмын, ұрса не болыпты? Ұрса сен білесің, кеше бәрімізді бір шапалақты тағы жедік, тым да қылмайды. Тек еркектер ұрса болды, ұялмайды, соны қасына қалай ұйықтайсыңдар, милицияға беріп алып. Біздің үйдегі ерінде 2 рет байын милицияға берді. Жоқ, адам деген күйеуіңізді, сүйген жарыңызды сондай абыройын түсіріп, сондай ерге барып қайттан қалай келін боласың мысалы. Менің де мысалы қайта біз наоборот төртқаралардың абыройын көтеріп жүрміз. Ойбай, Құдай айтсаң бәрің, мен сіңілдерімді сондай жақайындардың абыройын көтеріп. Ал мынау не? Мысалы ол ана қасыңда ақыл айтып отырған Асылайың қайта мықты, одан ақылды Асылайың. Бүкіл тумасын күйеуінің шақырып, абыройын асқақтатып отыр, асқатты. Мынау жер дым жақсы күйеуін елге танымал сыйлы енесінің абыройын айрандай төгіп. Басында біздің келін ақылы аз болып тұр, қайта оның қасына сіңілсі есебіне түгел ана отырып алып. Ол сені айдап салып отыр, ол жан ашып отқан түгі жоқ оның. Өзі есебіне түгелген жоқ қой, сықайтып, қоныс тойын жасады сықайтып, ана үйді сықайтып қойды, байды қақшитып қойды. Ол мен ішімнен айтып, осы келінді, осы қызды бейбарысқа мазақтаймын, осы балдызыңды алмаған екенсіз, маған осындай қақшиған қатын керек еді деп. Баланы да тауып қақшитып жатыр ғой. Бірақ сол ақылды мынаған сол айтып отыр, мынау соны тыңдап отыр. Жынды адам ақылды, ол келіншек деген сықайып отыр ғой. Сондай өмір саған қимай отыр ма? Бар ана үйіңе демей ма? Мен құсап қақшиып не істеп жатсың сен? Мысалы ол келіншектің бейнеті көп. Ол деген обалынан енесіне дейін үсте барды кигізіп, біздер өзіміз аламыз ғой киімді, Құдайға шүкір. Ол деген енесінің үстіне мен ана тойлануға кейде сол қызға риза болады едім бұрын, өзіме ұқсайды деп. 2 иығын жұлып жүріп енесіне не бір норковый шубаға дейін кигізіп санаторийға жүреді ғой енесі. Ол сенен озат көресің ақыл-айдан. Мынау отыр әркімнің ақылын тыңдап, дайын жерге барып күшті жердің бағын теуіп жүрсің, қарасайшы, адамның бір жерін ұялтып. Ұят емес пе? Мен позорым шашып отқан жоқ. 7 жыл бойына мен дұрыс келін жамандасам айтуына бат ақылай. 7 жыл бойына маған күн көрсеткен жоқ жаманды. Қайдағы жұрт деген шок алып атқан жоқ па кеше? 7 жыл бойына Бағдагүл ханым ақ келінді мақтап, енді ауыз дамылдап жамандап отқан жоқ қыз. Ол жамандық істегесін айтып отырды. Қызықсың сен, ұят жоқ. Мен сотқа берген келіншекті қайдан ренжімейсің? Бар, әлде де кешеміз қойсын. Ақылы кіріп жатса қоямыз, ол ондай сасық қатын емес пе? Мен таңертең кешке дейін біреуді ызылдап отырады. Келсе көңілденем, қазір әрі ашуым басылмай жүр. Келсе мен бәрін қайттан жуып шаямын, ой, ботам келе қойды деп. Ол жұрт та күлмейді, қайта айтады, мә мынандай сөйлестіп келіп жатыр, ақылай деген. Все равно жақсы қыз болып тұр ғой дейді ғой. Анасы да жақсы адам болып тұр ғой, ұят болар деген шығар, қой қызған ғой. Өздеріңізге мен қанша сөз намек айтып отырмын, кім сөз ұқпайсыздар, Ол сөздің шыны осы ғой, конкретно жауап осы ғой. Нормально, ақылды әйел солай айту керек сендерге. Солай айту керек. Бір сықиған ақылды бір әйел болса, саған ақылды осылай айту керек. Ол кісі деген арқалы адам бол, оны халық біледі, кейде артық сөйлеп қоятын жері болуы мүмкін. Бірақ та одан жаман болмайсың де, енені сотқа берме, қайтесің, алып таста. Ұят болады, Құдағай деген талай төбесіне қойып сыйлады, ана ішкен асты естеріңнен жібермей шығармау керек. Қанша төрге отырып сый құрмет көрдік, құрсын, ұят болар, қайтесің. Жассың ғой, кішірейіп бар, шалқая бермей қайтесіңдер деп айтуға болады. Құдағайына да қой, ашуларын істейсің, алдына да келмей, халықтың адамы, арқасы бар, тағы көтеріп кетер. Бала мен бала сөйлесіп, өздері жаймен келе берсін, білмеген болып отыра беруге болады ғой, ата-ана деген тілекші болып. Айтсаң бәрің ол. Бүгін жаман сөйлемеу керек, айтуға
Енді сіздер дұрысқа айтуым перизаттан ал перизаттан көрсін ал жақсы перизат бүйтеді дейді ештеңе жоқ қой пикош бұл жерде мен кешірім сұра деп айтқан жарайды ал пикоштан көре қойсын енді өзі неге солай мәрттік жасамайды сол мені ғой солай кінәлады қызын қуып жібермей ма бүйтіп ал неге өзің қызыңды қуып жібермейді ал өзі қуып жіберсін ол қой де айналайын бар үйіңді елің есің бар да елің тап қой мазамызды алма бар кетті ғой қайынсіңлің енді бар қайнапаң кетті ғой алматыға бар енді үйіңе деп жіберуге болады ғой қаяқта ол без комментариев иә қуып жіберу керек қой бар деп болып жүр олар той жасап біреудің баласы ұят емес пе кеше адамдар айтып жатыр оны неге тығылып той жасайсыңдар сүндет тойды 4 күннен кейін барып салды ғой мына келіншек ұялып салмай отырды ма сол бейбарыс ашуланып барды қасқа бала адам деген еркекті солай 10 жерден айырылсаңыз да ер азаматты бірақ адам мына кеше Алтынайдың да мен кішкене ренжіп қалдым тойына күйеуін шақырмағаны ол қандай болғанда да баланың әкесін жақсы болсын жаман болсын қатыстыру керексің олай күлге аунап туған жоқсың ол бала деген одан тәрбие қалай болады ол әкесінің батасын алмаған бала сондай қалай ол әкенің батасымен ойнауға болмайды шешенің қарғысы боқ әкенің қарғысы оқ қазақша сол айырып тіпті байларыңа 100 рет ренжісеңіз де әкесінен айырып әкесімен қатыстырыңдар ешқандай ештеңені білмейміз әкенің батасын алмаған адам дұрыс болмайды ғой қазақ ата бабамыз соны білмегеннен сауатсыздықтан айтқан жоқ қой бізге неге үшін өсиет қылып айтты білесіздер ма атаңның сағын мен марқұм шешем сөйтіп айтатын еді иманды болғыр жаңағы маған айтатын еді енеңді ренжітеді әйел адам болғасын енерсің атаңның сағы бұл бірақ атасымен жақсы әлде де жіберсін мен ертең үйге барайын деп отырмын Ақтөбеге барсын баламды шақыртайын қосылсын үй тұр ғой баланы мектепке дайындайық кішігірім шағын қайтып құран оқытып болса бәрі жамандыққа тойымыз істеп берейік келер енді құдай ренжісе асықпай келер ашу басылғасы келін келе беру керек қой болды ғой енді ұят емес пе еркелеп болған шығар енді бір дәбір болдық сотқа берді болды бір дәбір ашу басай алмайсыз болды ғой жұртқа күлкі біз де болдық қой бара берсін оған біреу келмей деп жатқан жоқ қой иә соны айтамын кеше ана жадыра кім Алтынай ханымдарды ұят қой құрсын тек дарақыланып 100 миллион айтсаң тағы әңгімені ренжисің әкесінің батасымен жүрмеймін не болса о болсын өзі көтереді да анау мынау ол да айтып жатыр ғой құрсын өздеріңіз жақындатпайсыңдар анау тиген бай да келген жоқ ол да келген жоқ айтсаң бәрің солар айтсаң айта керек халықтың алдында жүрген адамдар олар не тәрбиесі сол мысалы не әкесінен қашырып оғыздарды сөйтіп отырып көсіп 100 миллионға дүния не керек рухани байытып дұрыстап тәрбие бермейсіңдер ондай байлықты да керек мен ондай байлық жек көремін рахатыңа игілігіне болмаған байлықтың не керегі бар ол біздер сол рахат игілігімізге бақытты болайық құда жекжатымызбен деп талай бердік шашып бауырларымызға да бердік 100 миллионға дүние бір дейді бәріміз де бердік қой заттарға дүниясына шүкір үйіне дейін бәрін алып беріп сондай ақша ол дүнияда тұрған ештеңе жоқ балаларды деген әкесінен айырмаңыздар қазақ жаман ірімін бастамаңыздар сосын қыз бала ғой мысалы әкесінің ақ батасын алсын келсін келіншегімен келіп тұрсын бір-бірлерін жек қоймайтын шығар сол жерде ұят емес пе ол да көрсін рахатын ол кісі де себепші болды сол балаларды дүниеге әкелуге өмірде деген кішкене ер азаматтардың қадірін түсіре бермеу керек біздің Қазақстан ертең бүйтіп ете берсін құдай сақтасын үлкен табиғи апаттарға ұшыраймыз ана елдердің бәрі сол алланың қаһары ғой жіберіп жатқан мысалы ол алланың қаһары екені белгілі кеше ана жерде топан судың астынан шығарып алып бір қыздың құлағының алтын шешіп жатқан сол видеоны салып қояйын мен әңгіме қылып айтамыз қорықпаңыз мені мыңдаған адам тыңдап отырсыздар мен аузыма ешқашан қақпақ бола алмайсыздар просто боғауыз қоспай сөйлеп айтамын болды ол жағынан тәртіпке түстім бірақ тәрбиені мен тоқтатпаймын айтамын үйренсін білмесе ол келіншек ол да халықтың алдында неге олай насихаттайсыз сосын көп мына қарапайым халық бар не бар кішкене дарақылықты да қою керек сондай бос әңгіме бер да отыр ана сырт көзде тыңдап отырған адамға да ыңғайсыз жалғыз
емес қой. Небір Қазақстанның байлары бар ғой, мысалы, өйтіп дарақы сөздердің де керегі жоқ жаңа соның ұялдым тыңдауға. Небір бір қатын тауылған, қайқын тауған еді. Аюдай қылды. Бұл келіншек деген ауызына жұқпайды. Құрсын жап-жас келіншектер баяғыда таныстыратын еді ондай сәттер. Бір как будто құдаларыңа қыр көрсеткен. Біздерде баяғыда өттік қой ондай нәрселерден. Біздің жақтарда кәдеғенді кішкене көптеу керек болды. Құдағайымыз біздің не қойды? Сырласын, мұңдасын былайқа шақырып алып келтіріп бере қойдық қой. Мысалы 10 келін бар ғой, 10 келінге алтын сақина тауып, ол құдағайыңды қинай бермейсің ғой. Өзім сатып әкеліп қойып бере қойдым, жайлап келтіріп. Бұл бір не, олар да байып кетпейтін не ғой, сәні ғой енді. Ойбай тақтық деген атағы оларға бір мәртебе. Сөйтіп істедік қой, талай бізден қалған не ғой, оны дарақыланып андағы елдің алдына өздерің ақылдарыңыздың аздығын көрсетесіздер. Сондай көп әйелдер көп қой, TikTok желісіне шығып алып елге бір шамалы артымызда өсіп келе жатқан ұл қыздар бар, жас келіншектеріміз отыр, мен тыңдап соларға бір кішкене үлгі боларлықтай нәрсе жасайық та құрсын. Үлгі болатын нәрсе емес па, бәрі мына біздің үйіміздегі нәрседен қысылып отырмыз. Бірақ үйімнің тәртібі өте күшті менде. Ондай тәртіп болғанда біздің үйде ешкімді қылғындырып жатқан ешкім жоқ құрсын. Үйге барамын, ертең бұйырса Ақтөбеге ұшып баратынмын. Той томалақтарыма баруым керек. Жалғыз өзі тәрбиелеген жоқ, ондай сөзді қойыңыздар. Алтынай фонограммамен әнді салды, ақшаны алды. Бір геморрой шығып кеткен ештеңесі жоқ. Ол да сол күйеуінің несібесі. Босқа сөйлемеңіздер давай. Алла тағала ешкімді несібесін қалдырмайды. Әрбір баланың несібесі болады. Солай істеп тұрып, еще әкесін сыйласа, одан сайын күшті болады. Қой давай. Әкелерін жамандауды қойыңдар балаларын. Не ол? Басқа ана келіншектер үлгі ғой, жалғыз солмайды, байдан айырылған. Ұялмайды екенсің, 4 баласын солай тәрбиелеген. Неге несіне ана қыз бала намаз киіп алған басына әкесін сыйламаса. Босқа сөйлемеңдерші. Кім Алтынай қыздарын өзі тәрбиелеп, өзі деп қоймаңыз. Не Алтынай егінеге мақта теріп па? Фонограммамен шыңғырып әңгіме айтып, әкесінің құнын алып, әншілерге делтін, нечім, давай әңгімені қысқартыңдар. Әншілер бір керім бір ақша тауып отқан сияқты әңгіме айтады екенсіздер осы сендер, біз құсап таң атқан кешке дейін біреудің қап-қара аяғын сипалап тауып отқан ештеңесі жоқ, еңбек етіп шыңғырып фонограммамен бер ауыздарың жыбырлатып тапқан ақшаларың ғой. Басты қатырмасын. Алтынайға менен сәлем айтпа, мен оны былай жақсы көремін, бірақ былайынша бетіне айтайын. Осы тұрғанда жібер соған бәрі. Не өтірік айтады олар? 4 қызын олай істеуге болмайды. Қазақстанда ешкім айта алмаған шығар. Мен айтайын, 20 миллион қазақ үндемей отырсыңдар ғой. Мен бетінде айтайын солай. Ұят емес пе? Олай істеген. Әкесі ол сәбитті азамат жігіт өйтіп балаларын әкесінің ұнжырғасын түсіре бермесін. Ол кісінің ер азаматтың мойнына қыларқан жүрмейді. Ондай жігіт біздердің қолымызға түспеген жігіт. Мысалы, Құдай кешірсін, асық әйелдер сол еркектердің қадірін білмейсің ол. 100 байға тигендердің не қарқ қыласың осы? Тидіңіздер ма, сондай жігіттер не қадірін білген жоқсың, енді келіп бала шағаларын жамандап отырасыңдар. Ешқандай балаларды айырасың ма, айырында, бірақ әкелерін олай жамандауға болмайды. Бұл ұят нәрсе, өздерінің қадірін білмей кетіп, еще тек шығасыңдар солай. Не ол? Ұят емес пе? Өзі бақты деп қоймағансыз. Өзі бақыт деп балалардың несібесі бар, өзі Алла тағала несібесін берді, рахмет. Енді сонымен бірге о дүниеңнің ол сауабы, саған ер азаматыңның алғысын ала алған жоқсың, ажырадың. Енді оның бала шағасының алдында олай абыройын түсіре беруге болмайды. Қандай болғанда да азаматыңды көтере беріп жүріп айырып кетсеңдер. Айта бер, қасқа енді Алтынай деп. Неге сендер сондай көргенсіз әйелдер отырып алып мына жерде өсекшіл? Алтынай болса Алтынай, мен олай отыра алмаймын, ренжімеңіздер. Қазақтың қызымын, міне 1300 халық тыңдап отырсыңдар. Ақыл айтатын ешкім жоқ. Қазақстан сонда осылай бетімен кету керек пе не? Түзеліңдер қазақтың әйелдері. Ешқандай да сөкеттігі жоқ. Айтылмаса сөз жетім. Не керек ол? 100 жиналыс, 100 құрылтай жасайсыңдар. Ешқандай тәрбиелік мәні жоқ. Ұрпағымыз азып кетіп барса азғындықпен. Мен ата-бабамның айтқан сөзін әруақтар маған айтқызады, мен айтуға міндеттімін. Халықтың алдында жүрсіңіз бе, жолдасыңыздан ажырасты ма, жақсы тағдыр, бірақ та балаларымызға біз ондай тәрбие беруге ешқашан болмайды. Болашағымыздың кім ойлайды сонда? Ішіп, жеп, ішіп, сондай үшін дүниеге келдіңіздер ме? Осы дүниеге сол үшін келдіңдер ме? Біздің ата-бабамыз солай ішіп, жеп, ішіп кетіп қалды ма? Барлық тәрбиені бізге беріп кетті. Біз сондай тәрбиені келесі алып келатқан ұрпаққа да қалдыруымыз керек. Түсінікті ма? Әлде жер бетінде қалайын деп жатсыздар ма бәрін? Ешқайсыңыз да жер бетінде қалмайсыздар.
Сондықтан жақсы дәмдүзің жараспай ажырасқан жағдайда да біз ешқашан әкелерімізді, ер азаматтарымыздың ешқашан олай төпеуге қақымыз жоқ жандарым. Өмір болғасын тағдыр болады, бірақ әрдайым тұрсын, келсін, жүрсін, қанша арақ ішетін жігіт болса да ер адамның мойнында қыларқан шірімейді. Маған ренжисіз бе, ренжімейсіз бе? Ер кісілерді сыйламайтын әйелдерге мен өте қатты қарным ашады. Бұл жалған дүниеде мүмкін сіздер білместік жасап жүрген шығарсыздар, ал о дүниеде ең бірінші ол азаматтарыңыз. Ажырасып кетсеңіз, ертең ол кісі саған риза болу керек. Я мен ажырастым тағдырдың тәлкегімен, мүмкін әйеліме жақсылық жасамадым, бірақ ол әйел маған осындай жақсылық жасады десе, жәннаттан бір орын береді ғой саған Құдай тағала. Сол үшін айтылған, ер адамның мойнында қыларқан шірімейді деп, содан айтылған. Сондықтан да жастар, естеріңізде болсын, жолдастарыңыздан ажырасқан жағдайда да әкелерін құрметтеуді ешқашан, қанша ренжіп тұрсаңыз да, балаларына әкесін жамандамасаң, сен өмірде сосын Алла тағала сені әлде де сый сияпатын береді. Күйеуіңіздің ала алмаған сыйды Алладан келеді саған. Алладан ешкім бірақ күшті емес. Алладан, әруақтан, Құдайдан ешкім күшті емес. Сондықтан сон ешқандай артық емес әңгіме, 100% дұрыс әңгіме айтып отырмын. Нағыз достың әңгімесі. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Сіздер ана бетіңізге қарап көріп, ойбай бүйт үйт деген адамдарды өздеріңізге дос санап отырсыздар ма? Олар сізді ертең ақыретке барғанда ешқайсы қорғай алмайды сіздер. Адам ол жұма намазға барып, 100 рет намаз оқығанмен іс әрекеттеріңіз дұрыс болмаса, оның ешқандай несі жоқ. Бұл деген үлкен сауап. Шүкір ғой. Кеше қызды ұзаттың, жарқырап өзіңнің күйеуіңмен тұр мына жағында санағы сәбит бала шағасымен келіп тұрсын, бауыры, өзің бауырларда қатысу керек. Мен өзім өмірде көп адамдарды көріп жүрмін, ондай. Құдай сақтасын, әрине менің басымда ондай болған жоқ, бірақ менің өзімнің құрбыларым бар, оның жаңағы сөйтіп ажырасқан жанұялармен бәрі қатысып отыр, балалар арқылы. Өйткені ол бәрібір сенің үйіліп түскен шаңырағың, ол шаңырақта сен болдың, жақсылысын көрдің, жаманын көрдің деген ғой. Бір кісі маған айтты, соны қарап берсін. Құсын мен ондай қарамаймын дедім. Бүйтіп жазып, бір әйел, үшін бір ер азаматпен кездескен ғой. Содан жаңағы әйел айтады, бір күні ана еркек келмей қалды дейді. Сосын бүйтіп жазып жіберді дейді, әйелім біліп қалды деймін, әйелім қатты өзгеріп кетті, күшті болып өзгеріп кетті, енді мен саған жарамаймын, әйелім өзіне шаққа жетіп жүріп жазып жатыр, еркек сөйтіп жазып жүргендей шошып кеттім. Сонда значит ол әйел ақылды болып тұр, оны күйеуі жүршілігін ұрыс шығармаған, күйеуінен шетел тамағын пісіріп, енді еркекке беретін мамағын беріп, в общем, қатырған болып тұр ғой, ана әйелден асып кеткен, ар жағын телефонның ар жағындағы қатын қаңғып қалды. Содан маған хат жазып отыр, мына еркекті маған айналдырып береді, қой құрсын дедім, мен өйтіп біреудің еркегін айналдырып бере алмаймын сізге. Бірақ та ішімнен өзім түйдім сосын. Мына келіншек өте ақылды болып тұр, көрдің бе, қатырған екен деп. Солай қатырыңдар, байларың жүрші, наоборот, қайрап онан сайын мыстан кемпір ұқсап, жалмауыз кемпірдің бейнесіне енесің, сосын ол ана жаққа қарай қашып тығылады ғой. Төбелесесің, ұрысасың, ол шыдай алмай, сені жақсы көрмесе алмайды ғой. Сондай ақылдымен жеңуге болады ғой. Бүкіл жанұя солай ажырабатсыздар. Мен өзім өмірде көп адамдармен сөйлесем ғой, біздің жұмысымыз сондай ғой. Сонда мен өзім таңғалған, бір жағына өзіме жазып қойдым. Басымызға түсіп, кез келген әйелдің басына түсетін нәрсе ғой. Ойбай, керек ақыл екен деп бір жерге жазып қойдым соны. Сөйтіп істеңдер, не ол? Бәрі өз қолдарыңызда, мықты әйелге жалып жоқ қой. Бұл әңгіме не керек болсын? Бұл да қоймайды екен дейді. Білмеймін, мына әйелдер ше, ұнамаса басқа жерге барыңыз ше, сізді бұл жерге ешкім шегелеп қойған жоқ. Қызықсыңдар, бұндай ақыл деген керек қой. Кез келген жерге қой, ақша сұрап атқан жоқым, лайк сұрап атқан жоқым, гүл сұрап атқан жоқым, жүрек. Өздеріңізге бір қажетті нәрсе деп қабылдаңыз ше, оны. Адамдар қызық екен, жоқ, осындай әңгімелер жұрттар лайк үшін, ақша үшін, анау сандыққа бірдеңе сұрап айтады ғой. Құрсын, маған дым да керек жоқ, мен сізді жақсы көремін, өзім қазақ, сіздер жақсы көрген дос ретінде айтып тұрмын ғой. Сізді мысалы аты жөніңді айтып балағаттап атқан жоқпын. Неге сондай ұялмайсыздар, сондай сөз жазуға? Кішкене болсаңыз да не болыңызшы жаным. Бәрі сөз өмірден алған сабақ қой, өздеріңізге алып қалыңдар, соны керек болады ол.
жоқ, не ұнамайтыны бар. Дұрыс ренжіп жатыр, мен осыны айтып ақша сұрап отырсам 1000 теңге сал, 2000 сал деп жатсам, бәрі де достық қой, жандарым, достық. Қызық көреміз адамдарды кейде өзі. Басыңыздан сөз асырмайсыз дейді. Қасқа қатырады адамдар. Бұл деген үлкен саған пайда ғой. Бұндай ақылды сенің мамаң айтуы мүмкін, мамаң мүмкін дүниеден озып кетуі мүмкін еді. Немесе мамаң айта алмай саған көңіліңізге қарап жүріп, іші солай айтып тұруы мүмкін. Не болды соншама? Қуану керек қой адам бұндай кісімен сөйлескене. Не азап аузыңды көпіртіп дейді. Сізге солай шығар, мына 4 қара менің қайным жүрек жіберді, бұтан бақытты. Ер азаматтардың бәрі мені қолдайды, ол негізі жақсы, осылай айтыңызшы ханым деп. Бүкіл ер азаматтар сыйлайды. Рахмет, ер азаматты өзім де өмірде құрметтеймін. Мына емге келген кезде ер азаматтың алдында кішкене ығам, сен оны өйтіп бүйтіп, жаңа басым кекшиіп тұрмаймын. Қолымнан келгенше батамды да оларға беруге тырысам. Өйткені ер азамат мына өмірде де ер азаматты құрметтеп жүру керек. Былай өмірде де ана бір жерге қонаққа барғанда 10 жерде мен ханым болсам да, бірінші ер адамдар ас қайырған жақсы көремін. Аузым 10 жерден дуалы болса да, бәрібір біз ер азамат алдында кіші болуымыз керек. Қандай күйеуің болсын, мейлі басқа болсын, ер кісілер деген үлкен құрметке лайықты ғой бұл кісілер деген. Көшеде де ер адамның алдын кеспей, мен қолдан келсе алдын кеспей, кішкене ілтипатты болған жақсы ғой. Былайынша тентек болған, мен ондай емес, ығып тұрамын мен ер кісіден. Наглый, нахальный қатындар бар ғой, осы жүр ғой, көргенсіз бетімен кеткен. Жаман ғой, тайрақтап еркектің көзінше тапырақтап. Кеше бардым ғой бір тойға, Есен ағалар, Есендер жүр ғой, мен күйеуім құрдасы ғой. Сөйледі деді, қой жоқ, ер кісінің алдына түсіп сөйлемейміз, сөйледі деді қой. Біз енді айтып жатық қой, бірақ ер кісілер бөлек қой сенің. Кеше қызық болды, баламды тоқтатты, жол сақшы. Мен машинамды танып тұр олар. Сосын бүйтіп қарап, бейбасқа не істеді, құжаттарын түгендеп жатыр. Сосын бүйтіп қайта машинаға өңіріп жатыр, адам ведно мені көргісі келді ау деймін. Тектоктан қарайтын болып тұр ғой. Содан бір кезде есікті ашып қойды, мен ақ орамалмен отырмын, как раз екеуі билік бәді ғой. Бәйт, мә, саламатсыз, Бағдәулет ханым, саламатсыз ба деп маған не істеп жатыр да. Оның өзі не ғой, мысалы ер адамдар деген, мен көп ер адамдар, мен ойнап, бала сөйтіп өстім, ер мінезім былай. Ер адамдардың көбісі, міне қараңызшы, олардың адамның сыйлағанын біледі. Оның әйелдер отыр ғой, менімен ұрсып. Көп ер кісілер, мысалы бір жақсы жері, сен жақсы сөз айтсаң, олар қолдайды сені. Көрген жері сыйлап тұрады да. Мысалы өздері шошаңдаған қатындар солай сөйлеседі да, мысалы біздермен олар жақсы, уже сенің инабаттылығыңды көп олар мазақ қылмайды. Мына жерде әйел адамдар қанша жақсы болып көрінейін десең да, саған мысалы айтып отырған сөздерін қарашы, сен жазып отқан әйел адамдардың. Ердоған көріп тұрасыңдар ма дейді. Неге мақтаншақ дейді, көре алмай жатыр. Жоқ, еркектің еркегі бар деп былай жамандай бермеңіздер. Негізі көп, енді болуы мүмкін, бірақ почти 100% ер кісіні мен жақсы деп айта аламын. Тек 10% бір ер кісі болуы мүмкін. Кез келген ер адам жақсы ғой негізі. Айта беретін әйелдер ғой бізде ер кісілердің қадірін түсіріп жүрген. Ер адамдарды ешқашан қадірлемейді бұлар. Сосын ғой біздің Қазақстанның ол ешкімнен көретін ештеңе жоқ, Құдайдан артық емес. Алла тағаланың мейірімі түссе, сәл ғана мейірім түссе, Қазақстан бұдан да күшті болады. Ол мейірімді түсірмей отырған осы жерде отырған қыз келіншектер ғой. Азамат үйдегі бір ұлыңа да, күйеуіңізге де құрмет көрсету керексіздер, түсінікті ма? Күйеулеріңіздің тамақ ішті ма деп уайымдағаның өзі саған сауап. Мысалы тамағын пісіріп, қандай тамақ жегісі келіп тұр екен деп уайымдап жүр екенсің. Біз сөйтіп жүреміз ғой. Сосын балаңды да солай. Балаңды да кәдімгі сыйлап, балам, ер бала, кішкентай ер бала болса да, кәдімгі үлкен адам сияқты болған, не болса соны бүйтіп не істей беруге болмайды ер баланы да. Енді ер адамды қатты айту, құрметтеу керек. Мен өзімнің өмірде әкемді сондай құрметті көрді, анамнан. Мен де өзім жолдасым түстім. Кешегіде күрет Күлшат, мен айтамын, жолдасым келді, сосын соның жайлылығын ойлап жүрмін, сол кісіге дұрыс болды ма екен, далаға жатқан жақсы өтсе сәкіге салайық далаға. Сол кісінің бірінші жағдайын ойлап жүрмін да. Ол 10 жерде жұмысты бірақ мен жасап жатырмын, өлейін деп тұрған мен, бірақ серауны еркекті сыйлаған арқасында осының бәрі.
күйеуім жатты ма екен, қай жерге ыңғайлы екен, оған ауасы үй ыссы бола ма екен, соны уайымдап тұрмын да. Соның бәрі ол жақсылық қой достар. Үйде бар ма, үйде ер кісілерің солай істеңіздер, қандай тамақ ішкісі келеді деген сияқты ойлар ғой, соның бәрі көмектеседі ғой. Муж, дети есть, семья есть, рахмет. Ей жаным, мені түсініп жатқан қыздар, кішкене ойланып қалған қыздар, келіншектер, рахмет, боталарым, бақытты болыңдар. Сендер барлық бақытқа лайықтысыңдар. Мен ренжітейін деп айтып жатқан жоғым, сіздер керісінше бұдан да қатты бақытты болу үшін айтып жатырмын. Оны жаман түсінбеңіздер, мен сіздерді жақсы көргесін айтып жатырмын. Мен ер кісілерге бір жағайын деп айтып жатқан жоқпын. Нағыз дүниенің бақыты солар ғой. Сондықтан аузым дуалы ғой, мені қолдаған қыз келіншектер болса қол көтеріңіздер, сіздерге күшті бата берейін. Рахмет айтып эфирден шығайын. Мен 2 сағат отырыппын, бірақ өкінбеймін, өйткені әрбір адамға кішкентай болса да бөлістім. Өзім ғана жақсы болғым келмейді, бәріміз жақсы болайық, бәріміз бақытты болайық. Сол айтқым келеді. Рахмет. Ал бисмилла рахман рахим, әуел алла. Киелі Маңғыстауда пірбекет, Бештамақта ересет, әулие Назаралы сынықшы біртай, 362 әулие, өз отбасыларыңыздан шыққан әруақтар қолдап, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла екі дүние бақытын берсін. Замандастарым, менің осы жерде отырған достарым, бұл уақытша өмір, бізден де ертең басқа үлкен әлем келеді. Біз осы әлемде өзіміздің бейбітшілік болып, Қазақстанның жағдайы жақсарып, әрбір шаңырақ бақытты болсын. Балалы шағалы болыңдар, үбірлі шүбірлі болыңдар. Сүйгендеріңе сүрінбей қосыл, үйлерімізге береке кірсін. Жан жақтан аяусыз несібе келсін. Жолы ашылмағанның жолы ашылып, бағы ашылмағанның бағы ашылсын. Бай бол, дәулетті бол, несібелі бол. Ауырған жерің болса, сәтін салып, құлан таза сауық дәрігерден болсын. Бір сәтін Аллах сала көрсін. Тілегіңді берсін, тілеуіңді берсін. 3 тілек айтайықшы бірге, мен де айтайын. Балаларың бақытты бол, балаларың бақытты бол, бақытты бол. Аумин. Аумин. Ақшаң көп болсын жаным. Ал достар, білмей жасаған күнәміз болса, Аллах кешірсін. Артық кеткен жерім болса, кешірім сұрайын. Басым жерге тигенше бәріміз біріміз үшін. Давайте жить дружно дейді орысша білетін, бір-екі орысшам бар, айтып қояйын. Сау болыңыздар.